Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күліп кірдіңіз ғой кәдімгідей да, үйге күліп кірген сияқты да. Үйге күліп кіру керек, үйге күліп. Дұрыс айтасыз, сол сияқты күліп кірдіңіз ғой. Үйге күліп кірдіңіздер. Жаңа плюс қойған адамдар кірді ма өзі? Плюс қойғандардың өзі жоқ сияқты ғой. 9 бөлімді сабақ тегін тұр. Неге кіресіз? Мөлдір ханым ғой атыңыз. Мына менің инстаграмда кепкада не бар? Немесе мен сізге көрсетейін. 9 бөлім сабақта сізде енді машалла ол сабақты көрсеңіз, Мөлдір ханым. Мына ютубқа кіресіз, Салтанат Минайхан деп терсеңіз, мына жерде міне 9 бөлім сабақ, содан кейін менің күнделікті тікелей эфирлерім сақталып тұр. Ол жерде негізгі бір жаңегіндей мәселелерді алып талқылап жатырмыз да, талқылап. Міне 9 бөлімді сабақ, міне дамудың ең үздік формуласы деген сабақтар тұр, міне. 9 бөлім осындай. Осы сабаққа кіресіз, менің телеграм каналым бар, соған кіріңіз. Инстаграмда кепкада бар. Инстаграмда кепкада. Соған кірсеңіз, инстаграмда кепкадан сілтемелер тұрады, сол жерден көрсеңіз болады. Жаңағы жалғастырыңыз деген адамдар кірді ма? Ары қарай жалғастырамыз ба? Сонымен болды ма? Жалғастырыңыз деген адамдар кірді ма өзі? Жалғастырамыз деген адам. Так, қалайсыздар? Тағы да жаңа бір әңгіме айтып жатқанбыз қызу. Соны кейін сақтап алу үшін кірдік мына жаққа, қайталап инстаграмға. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Даналық жолы деген сабақ туралы айтып жатырмыз ғой, тегін сабақ туралы. Одан кейін екінші бөлім бай мен кедей адамдардың мына ойлауындағы, мышление, санасындағы сол дүниелер туралы айттық. Содан кейін білімнен маңызды дүниелер туралы айтамыз. Білімнен де маңызды нәрселер бар. Айтып отырмын ғой, білімнен де маңызды нәрселер бар. Содан кейін через боль арқылы, сен страдания, через боль арқылы мен даналық жолына қарай түстім деп айтып отырмын ғой. Басың адамның істемей қалады, жаңа айтып отырмын ғой, сен қиындықтар келеді, андай-мындай жағдайлар болады. Сенің басың істемей қалады кейде. Адамның басы істемей қалады. Адамның хайуани күнә жасайтын нелер істей бастайды. Сондықтан уникальный адам жоқ деп отырмын ғой, уникальный адамда уникальный қателігі болады. Уникальный қателігі болады. Мына сабаққа қараңыздар, Салтанат Минайхан деген неде каналда, ютубта тікелей эфирлер күндегі, содан кейін тегі 9 бөлімді тегін сабақтар бар. Сон телеграмда да бар, содан кейін мына инстаграмның кепкасы бар ғой, мына сілтеме. Соған кірсеңіздер, ютубқа өтіп, телеграмға кіріп басып, жоғары қарай шықсаңыз, барлығы телеграмда сақталып тұр. Былай айтқан кезде өте құнды сабақтар, Аллаға шүкір негізі. Сол сабақтарды көріңіздер. Енді қараңыздар да, айтып отырмын ғой, мен былай істегем, жүрегімді тыңдаған кезде, мен не болды, жүрегімді тыңдайсың, тыңдаған кезде, кеше бір жаттығу үйреттім ғой, жүректі тыңдау, интуицияны қалай арттыру керек деген кім көрді, естеріңізде бар болса, кеше тікелей эфирде 1 минуттық жаттығу деген. Сағатты 1 минутқа қоясың, секундомерді, содан кейін жүрегіңді тыңдау дегенде, яғни кез келген шешім қабылдаған кезде де солай. Сағатты 101 минутқа секундомерге қоясың да, көзіңді жұмып, табасың 1 минут уақытты, былай іштей. Санамайсың, бәрі 2 деп, ішіңнен де санамайсың. Просто мимен, интуициямен көзіңді ашқан кезде, сен ровно 1 минут уақыттың біткен уақытына попадать ету керексің да. Сен ерте 30 секундта 1 минут болып қойды ау деп көзіңді ашсаң, сен миыңда каша деген сөз. Сенің миың ақша табатын состояниеде емес деген сөз. Сенің миың дұрыс шешім қабылдайтын, дұрыс тірлік істейтін жағдайда емес деген сөз. Сенің миың күнә жасауға бейім ми болып тұр деген сөз. Түсіндіңіз ба?
Ал егерде сіз 1 минутты кәдімгідей 1-2-3 секунд ары, 1-2-3 секунд бері табатын болсаңыз, сіздің миыңыз уже жақсы. Уже сіз интуицияңыз дамиды. Одан кейін 2 минутты тауып үйреніңіз, сөйтіп интуицияңыз артады. Әйел адамдардың интуициясы мықты ғой. Қалай дамытады интуицияны дейді. Сол жаңағы айтқанда менің өзім инструментім қалай дамытады деген айтып отырмын ғой. 1 минуттық уақытты солай танытасыз. Содан интуицияны қалай дамытасыз? Құлшылық, ораза ұстаңыз. Тазарудың ең күшті жолы ораза. Мен сабақта да айттым ғой, енді мен бұл жерде уағыз сияқты болып кетпесін, бірақ мен сабақта өзімнің кәдімгідей жұмыс жасап жатқан шәкірттеріме айтамын. Ораза ұстаңдар. Жаман қателіктеріңді жаз деп отырмын ғой, 100 қателігін жазып, оның ішінде ең сені кедергі жасап тұрған, сенің арман мақсатыңа жетуге кедергі жасап тұрған негізгі біз SWOT анализ жасаймыз. Мысалы, менікі көрсеқызарлық. Менікі көрсеқызарлық және өзіме шеттен тыс сенімділік мені көп қинады. Мен не істедім? Осылармен жұмыс жасадым. Ең жаман қасиеттерің. Біреу өтірікті көп айтады, біреу әдеге тұра алмайды, біреу ашушаң, біреу әйелін қырып жояды, біреу боқтай береді деген сияқты. Енді не істейсіз? Осы нәрсені жазасыз да 21 күн бойы ораза ұстайсыз. Мысалы, менің практикам. Бір қателігіңізді аласыз. Болды, сол қателікті жүзеймін, Алладан сұраймын, және де оразаны Алла ризалығы үшін ұстаймын дейсіз да 21 күн бойы ораза ұстайсыз. Енді оразадағы ниетіңіз сол қателікке арналып қалмау керек, бірақ ниет Алла ризалығы үшін. Алла ризалығы үшін ораза ұстайсыз, дұға істейсіз. Енді 21 күн бойы негізгі сіздің құлшылығыңызда 21 күн бойы ораза ұстап, оразада тек аш жүрмеу. Ораза ұстаған кезде не ғой? Адам International деген адам халықаралық адам капиталын дамыту орталығы деген менің тренинг компаниям. Адам International деген. Яғни қараңыз, бір оразаны ұстайсыз ба? Мысалы, бір қателігіңізге арнап ұстадыңыз Алла ризалығы үшін. Енді қараңыз, сіз мысалы жалқаусыз ба? Немесе сіз түске дейін ұйықтайсыз ба? Жамағат етесіз. Енді жойғым келеді. Біреуін ғана аласыз. Сөйтесіз да 21 күн бойы Алла ризалығы үшін ораза ұстайсыз. Тоқтамайсыз 21 күн бойы. Күнде ораза ұстайсыз. Ал ораза ұстау деген екенін білесіздер ғой. Ораза ұстау дегеніміз аш жүру емес. Тіліңді де тиясың, ораза туралы іздеңіз, ютубта да көп. Негізгі мен өткенде сабақта да шәкірттеріме айттым. Мысалы, мына кітап. Мына ораза туралы кітапта, мына оразаға арналған. 9 томда осындай керемет кітап бар. Намаз туралы әр негізгі зекеттеріне бір том муфтияттың несімен аударылып істелген. Бұл да ораза туралы. Оразаны қалай ұстау туралы білдің, ұстап жүріп, соны оқы. Сен Аллахқа құлшылық жаса, постоянно зікіріңді сал, оразаны қалай тиімді өткізу керек жалпы оразада, ораза айында. Сол сияқты 21 күн бойы ораза уақыты, айы болсын, болмасын ұстайсың. Сөйтесің да өзіңнің жаман қателігіңді және ораза кезінде сонды тілейсің Алладан. Әсіресе соған оразада сен өсек айтпайсың, боқтамайсың, ұрыс шығармайсың, енді тыйыласың ғой. Көп нәрседен етеді. Ана қателігіңізді жоясыз 21 күнде. Екінші рет 21 күн тағы жалғастырыңыз. Мысалы, арада мүмкін тағы бір айдан кейін ба, мүмкін бір көп созбаңыз. Бір кішкене демалып алыңыз да, тағы бір ең жаман қателігіңізді алыңыз да, соған арнап ораза ұстаңыз деген сияқты. Сол кезде бар ғой, білмеймін, енді өте керемет болады, айта алмаймын. Өзіңіз танисыз, нағыз өзіңді табу деген сол. Осындай концепцияның негізінде мен өзімнің осы даналық деген ең сабағымды шығардым, шыны керек. Адамдарды кәдімгідей жылататын сабақ болып жатыр. Ораза 30 күн ғой, аға Саят мырза. Бұл нәпіл ораза. Ол парыз ораза ұстаймыз, міне уже ертеңдерден бастап ораза ұстаймыз ғой. Бірақ жалпы өмірде ұстай беруге болады. Мысалы, Дәуіт алейхиссалам, Дәуіт пайғамбар. Бір күн ұстап, бір күн демалған. Өмір бойы ораза ұстағанда. Өмір бойы. Тіпті кейде ана шайтанның несі ғой, қызықтыру несі деген сияқты. Мен өмір бойы ораза ұстасам ба деген ниет болған менде. Өмір бойы, баша аузымды ашпаймын, постоянно ораза ұстап жүрмін. Ораза туралы оқыған кезде олай ораза ұстауға болмайды екен. Олай ораза ұстауға болмайды екен. Ол қабыл болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір сахаба келеді де айтады: Аллахтың расулы, мен ораза ұстағым келеді. Мен оразаны қалай ұстасам болады дейді. Мысалы, ол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, айына 3 рет ұста дейді. Айына 3 рет ұстасаң, бір ай бойы ұстағанмен тең дейді да, мысалы 3 күн. Айдың ортасында әртүрлі уақыт бар ғой, айына 3 рет ораза ұста, болды дейді. Себебі бір жақсылық Алланың алдында 10 есе көбейеді. Сол кезде сен айына 3 рет ұстасаң,
30 күн ораза ұстағандай сауап аласың да. И потому что сен ай сайын 12 ай бойы үш реттен ораза ұстап жүрсең, целый жыл бойы ораза ұстап жүрген сияқты боласың дейді да. И дейді, мен одан да күшті ұстай аламын дейді ана кісі, сахаба. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам онда дейді, аптасына дейді, там дүйсенбі, бейсенбі күні ораза ұста дейді. Ана кісі айтады, одан да күшті ұстай аламын дейді да. Сол кезде қателеспесем, бір күн ұстап, 2 күн демал дейді. Мен одан да күшті ұстай аламын дейді. Сол кезде айтады, онда бір күн ұстап, бір күн ашық жүр дейді. Бірақ бұл өте қиын, бұл ең қайырлы ораза осы дейді. Бұл Дәуд алейхиссаламның оразасы дейді. Жоқ, одан да көп ұстай аламын дейді ғой. Ана кісі сахабаның ниеті өмір бойы ораза ұстау болып тұр ғой. Сол кезде дейді да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, өмір бойы ұстау ол шариғатта жоқ, үзбей ұстау. Шариғатта жоқ нәрсені ұстау ол қабыл болмайды. Значит, тоқтамай ораза ұстау өмір бойы ол уже сауап емес деген сөз. И соответственно не істейді, ана кісі нәпсі шыдамайды, содан өкінеді пайғамбарымызға сөйтіп жаңағы айтқанын бірден орындамағандығына дегендей. Мысалы, ең қайырлы ораза бір күн ұстап, бір күн аузын ашып жүру дейді да. Ең қайырлысы, бұдан жақсысы жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан. Өмір бойы ұстауға тырысуы мүмкін, бірақ денсаулықтың, нәпсінің де қала ақысын беру керек. Нәпсің сені қыдыруды қалады ғой, арасында қыдыруың керек, тәтті тағам жеуің керек. Нәпсінің де ақысын беру ол парыз болып саналады екен да. Ол былай айтқан кезде нәпсінің де қалауын беру керек. И денсаулықты күту керек, аманат Алланың. Сондықтан бір сахаба бір жыл сахаба пайғамбарымызға жолығып, бір жылдан кейін келіп жолығады. Сол кезде айтады ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен пәлен-пәймін ғой деп танысады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сен бір жыл бойы, осыдан бір жыл бұрын жолығып едік қой. Сол кезде сен сондай сұлу, көркем, сондай бір күшті азамат едің ғой, саған не болған дейді да. Ана адам қартайып, әжім түсіп, арықтап, сөйтіп кеткен ғой. Мына фильтр дегенді мына қойып беріп еді әйелім. Жақындасам аузым ашылып кете беремін. Не істейді? Ана кісі содан кейін айтады, неге десе, ол мен тек қана түнде ғана тамақтандым дейді да, бір жыл бойы түнде ғана. Ойлашы, бір жыл бойы түнде ғана тамақтандым дейді. И соответственно пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам одан тыйған. Ана кісі сонда бір жыл бойы тоқтамай ораза ұстағанда, сөйтіп жаңағы әжім түсіп, арықтап, қиналып кеткен. Ең қайырлысы дейді да, ол енді оның өзі қиын. Дәуд алейхиссаламның нәсі оразасы дейді. Енді ұзын сөздің тобықтай түйіні жаңағы 9 бөлімді сабақта бұның есесімен мен бір арасындағы нәрсені айтып жатырмын ғой. Есесімен аласыздар, есесімен. Біздің даналық жолына байланысты сабақ Адам International деген біздің компания, халықаралық адам капиталын дамыту. Қазір менің тегін сабағымды өткен қандастарым да Қытайға менің сабақтарымды Қытайдағы сайттарға таратып жатыр екен да. Мен риза болдым. Бұл енді сабақтың жақсылығы, ол менің мықты болып кеткенім емес, Аллахтың беруі да. Мысалы, даналық жолы дейге, мысалы, даналық жолында, мысалы, фильтр туралы өлтірдіңіз дейді. Фильтр деген, міне біздің Международный центр развития человеческого капитала дейді. Мен скоро орысша енді акцент болады, ода тұрған ештеңе жоқ, не айтып орысша сабақ өте бастаймын. Қазір Қытай, Монғолия, Өзбекстан сол жаққа интернетпен уже ақырын бастаймыз, уже Қытайға ақырын уже басталып жатыр. 7000-дай адамға үлкен платформаға сабақ кетейін деп жатыр, Алла қаласа. Мысалы, даналық жолы деген, мысалы сіздерге енді так, көп дүниені айттық. Бұл жерде тегін сабақта әрі так. Бұла мұна деген сұмдық сіздер бұрын көрген жоқ деп ойлаймын, артық ба мөлдір. Мен бір-екі көрсетейін деп мен 10 мың теңге атқан студентім оның өмірлік жазып басқа, соны істеп жүргеніме 2,5 жыл болды. Ал есі дұрыс адамның 3 жылда өмірлік стратегияны жазуға болады. 3 жыл кетеді оған. Біреулер бір-ақ күнде жазса өтірік ол. 3 жыл кетеді. Мен осы 2 айлық 10 мың теңге төлеп қатысып жатқан студенттеріме
100 бай кедей адамдардың неге бай, неге кедей екендігін ғылыми түрде дәлелдеп беремін да. И тазартамыз миын. И соответственно мен ол кісілерге мына тегін өткен сабақты практиковать еткізіп үй тапсырмасын беріп жатырмын. Тегін өткен сабақтан адамдар қатысты да. Сенгендей ары қарай жалғастырайықшы, оқиықшы деп. Біздің шексіз рухани байлық мен сіздерге айтып бердім бағана. Оған қосамыз біз жан дүние байлығын, оған қосамыз біз не істейміз? Білім байлығын қосамыз, сол кезде бізде автомат түрде материалдық байлық келеді деп жатырмыз. Жан дүние кризис, білім кризисі, яғни кризис болған кезде қаржылық кризис келеді. Мен тіптен сіздерге міне екінші ғане несін айтып бердім. Білімнен артық нәрсе бар. Біз Казгуды бітірдік, шетелді оқыдық. Біз әулие кісілер шыдайды, біз шыдаймыз ба екен 21 күн. Ой, шыдайсыз. Басында 3 күн ұстап бастаңыз мүмкін. 1 күн ұстаңыз, аптасына 1 күн ұстап бастап көріңіз. 21 күн шыдаңыз. 21 күн өзіңізге сетпеңіз. Мен өліп қалмаймын. Кәдімгідей характерім. Шыдайым деп өзіңіз шыдаңыз. Өміріңіз, қалған өміріңізді дұрыс өткіңіз келсе шыдаңызшы, аға. Саят мырза. Қалған өміріңізді сапалы елдердің ана мақсатыңызға 10 жылда жететіне 1 жылда жетесіз, Алла қаласа. Шыдаңыз просто, характерім. Өте шығады, сып ете түседі, жоқ болып кетеді. Білімнен де артық нәрсе бар. Мен осы нәрселерді өте мән берем. Сен ана доктор қорға, мен докторантураға мені оқуға шақырған, мен бармай қойдым. Осы бір жолды түсінгеннен кейін кәсіпкерлігін. Докторантураға елдер таласып жатса, мен докторантураға мені шақырған. Бармай қойдым да, 3 жыл өйткені мен құртқым келмеді. Онан да мен өзімді дамытып, білімнен артық нәрселерге мән беру керек, достар. Міне мен осы екінші концепт. Осындайдан 35 формула ұсындым. Негізі 50-ге жоқ басқа. Оны просто адамдардың миы уже күйіп кететін шығар. Кәдімгідей бәрін беруге нетпедім. Иман. Бұны кәдімгідей мен сіздерге ашып сабақта түсіндірдім. Ол тұр тегін сабақта. Қиял деген нәрсе бар. Қиял. Не ол қиял деген нәрсе? Білімнен артық нәрсе. Ойлаңызшы, сіздің алып атқан біліміңіз неге қаншама доктор, профессорлар әлі күнге дейін үйі жоқ, әлі күнге дейін жетістікке жетпеген, материалдық дүниелерді алған кезден тіпті өмірдегі арманына жете алмаған небір білімділер бар. Болашақпен оқып кеткендер мектепте жұмыс істеп жүр. Небір білімді адам жүр. Ал білімне маңызды нәрселер бар. Соны түсінген кезде ана білім дұрыс адамға қызмет етеді. Міне бұл бай жетістікке жеткен, әлемді өзгерткен адамдардың бәрінің істеген нәрселері мен ана шәкірттерім айтам. Кем дегенде 20 өзіңнің салаңдағы 20 адамның өмірін зерттейсің. Бала кезінен бастап түгел. Мысалы мен жақында Роберт Кийосакидің студенттік шағын зерттедім да. Көп жетістікке жеткен адам айналып келіп біздің ислам дініндегі айтылған құндылықтарменен жеткен жетістікке. Бірақ өздері білмейді оны. Иман, қиял, ой, сана. Ал бұның бәрі бір сөз болып тұр ғой сіздерге. Ал бұны мен түсіндірген кезде таңғаласыздар. Идея адамның білімнен де маңызды нәрсе. Ең маңызды характер. Характер деген нәрсені пост ретінде жазып қойдым. Характер дегеніміз, қысқаша айтайын сіздерге, бастаған ісін аяғына дейін апаратын адамдар характер бар адамдар. Характер туралы мен ютубта тұр, целый тікелей эфир жасадым. Осылай характерді түсіндіріп айттым не екендігін. Білімнен артық нәрсе не? Орта. 3 дәптеріміз бар біздің, Мөлдір ханым, 3 дәптер. Бұл деген бұны толтырды ма? Міне мен жаңағы бірінші, мына екінші, содан кейін мына 1 менен 2 осы 3-ақ формуланы істеген адамның өзі, рас айтайын, біраз жетістікке жетеді мен сіздерге. Біраз жетістікке жеткізеді. Бұны кәдімгідей долларовый миллионер үлкен адамдар кәдімгідей да қолданып жасаған. Мен оның артық жерін алып, біздің менталитетке келетін алып, өзім қосып, былай айтқан кезде жетілдіріп, содан кейін асыл дінімізден алып, өзімнің түйген білгенімнен алып істедік. Әгі бір сөз бар ғой, өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын айта берме деген сияқты. Сырымызды айтамыз деп, шынымызды айтамыз деп, сырымызды айтып қоятын жағдайымыз бар. Бірақ бәрі не ғой? Ниет өсіру. Мына жерде неге мен бұлай көп сөйлеп жатырмын? Себебі мен практиковать еткен адаммын. Ниетті өсіру деген. Қараңыздаршы, мен сіздерге бір қызық нәрсе айтайын. Ниеттің
өлшемде сүрек. Біз ниет етеміз ғой, Аллахқа ниет етеміз. Кез келген нәрсе ниетке байланысты деген Құранда аят бар. Енді қараңыз, Құранда айтып тұр, ойлашы, кез келген нәрсе ниетке байланысты деп тұр. Бұл жерде астарында не жатыр? Кез келген нәрсеге просто ниет еттім дей бер деп жатқан жоқ қой. Ниетке байланысты деген сөз, ниеттің көлеміне байланысты деген сөз. Үлкенді, кішілі, аз, көптігіне байланысты деген сөз да. Сондықтан ниеттің сапасын арттырамыз. Бізде сондай жаттығу осы екінші бөлімде мен берем. Ниеттің сапасын арттыру керек. Ниет еттім Алла ризалығы үшін намаз оқуға деп құлақты қағасап тұра беру бір басқа. Ниет етіп Аллаға неткен кезде там көзіңе жас келіп тұру бір басқа. Сахабалардың кезіндегі мысалдар. Ниет етіп намазға тұрған кезде, білесіздер ғой, қателеспесем Омардың Алла разы болсын аяғына оқ тиген кезде, әлде қателеспесем намаз оқып тұрғанда жұлдырады да, намаз оқып тұрғанда сезбейді. Қаншалық ниет, өзіңіз ойлаңызшы. Ана жарасын намаз оқымай тұрғанда айғайлап, қиналып, нете алмайды, шыдамайды. Мына фильтр деген қызық болды ғой, шыдамайды да, намаз оқып тұрған кезде шыдайды да. Енді айтайын дегенім ниет, кез келген нәрсе. Неге мен ниетпен жұмыс жасап жатырмын? Мен ұстаз ретіндегі ниетімді арттырып жатырмын. Неге мен халықаралық деңгейдегі қылып ашып жатырмын? Айдағаның бесешкі, ысқырғың жер жарады деп ойлауларыңыз да мүмкін. Бірақ мен өзім оған білімімде, немде жетеді, мен оған сенем, Аллах қаласа. Менің ниетім, понимаете? Мен командама дедім, өзімнің жұмыс жасап жүрген. Одан кейін Қазақстанға деген ниеттендім. Қазақстанда тренер болам, номер 1 деген сияқты ниет болды, деген сияқты. Енді халықаралық ниетім, өйткені адам емес, елім емес, адамзатқа пайдалы тұлға болу, өмірімнің соңына дейін қызмет ету. Ол мәселе барлық әлемді шулату емес, әр түрлі нәсіл. Өйткені менің құндылығымды түсінетін Қазақстанда 1 миллион адам болса, Америкада 2 миллион адам болуы мүмкін. Ойлаңыз, Қытайда 1 миллион адам болуы мүмкін, Өзбекстанда 1 миллион адам болуы мүмкін. Міне, көрдіңіздер ма? Өзіңнің ниетіңді кеңейту деген осы. Көрдіңіздер ма? Сен бір адамға кеткен, бір адамға сен ақыл үйретсең, бір адамға сен білім берсең, сол бір адамға кеткен энергияң 1000 адамға бір уақытта егерде түсіндірсең, 1000 адамға да бірдей кетеді. Неге мысалы заманауи құралдың мүмкіндігін пайдаланып, күллі әлемдегі мені тыңдағысы келген адамдарға неге тыңдатып білім үйретпеске? Ал даналық жолы, Аллахтың кәләмі, Аллахтың жетістікке жетеген жолы, міне, ол барлық адамзатқа ортақ. Аллах тағала көрсетіп қойған жолды мен көрсетуге тырыстым. Міне, сен бай болғың келе ма? Мына жолмен жүр деп, бір тренер емес, Аллах тағала көрсетіп қойған. Міне, жол жүр деп. Сол жолды шамамызша көрсетіп, тереңдету мақсат. Соны айтайын деп отыр едім, неге интрига болсын қалғаны. Сонымен жалпы түсіндіңіздер ғой енді, жалпы негізгі нәрселерді айтып жатырмын, негізгі деген дүниелерді. Хваткаларыңыз бар, адамдар ол түсінеді айтатынды. Сұрақтарыңыз бар ма? Ниетке байланысты бәрі нәрсе. Ниеттің сапасын өрттіреміз. Көрдіңіз бе? Оның жаттығулары бар. Ол деген кәдімгі целый бір сабақ. Плюс жаңағы осы ниетке байланысты қайырымдылық. Мен постоянно айтамын. Сен біреуге қайырымдылық жасасаң, сен біреуге 1000 теңгең бар. Есекте қараңыз, 1000 теңгең бар. Сен 1000 теңгеңді аласың да битесің. Барасында бір қайыршыға, мұқтаж адамға деп есептейге, мұқтаж адамның өзі сынақ қой, оны дінде білесіздер, білетін адам. Бұна бар, дүниесі бар, біздерді сынау үшін олар сондай жағдайда жүрді. Соответственно, сол адамға барып сен 1000 теңгеңді бересің, ол жүгіріп барады, асханадан тамақ алып жейді. Ол 1000 теңгеге алған тамағына ананың қарны бір күн бойы тоқ жүру мүмкін. Кешке жақын қарны ашады оның. Міне. Сенің жаңа 1000 теңгеге жасаған қайырымдылығыңның ұзақтығы, 1000 теңгеге жасаған қайырымдылығы кешке дейін барды да. Кешке дейін. Сұрап атсыз ба? Жасаған қайырымдылығыңыздың несі қараңыз, ұзақ. Сіз қайырымдың сапасын арттырған
жақты ойлану керек адам. Көрдіңіздер ма? Не істейсіз сіз? 1000 теңгеге сіз бір медиа бар, бір кірпіш сатып ал 1000 теңгеге. Көзіңіз образын айтайын. Сатып ал да, кірпіш бар емес пе? Тересе салынып отыр ғой. Соған апарып ана бір тал кірпішті бер. Ойлашы. Ана кірпіш медресенің қабырғасына қаланады. Ақиретке дейін сізге өлгеннен кейін де сауап бар. Ана адам жеді тамағын. Ну, бермеңіз деп атқан жоқпын. Бермеңіздер, беріңіз. 1000 теңгеге неше кірпіш келеді? 10 кірпіш келе ме? Міне, көрдіңіздер ма? Қайырымдылықта да ниет осылай тұру. Сондықтан менің білімім арқылы бір адам ой өзгеріп, кәсібі жасап, санасы өзгеріп, өмір сапасы өтіп жатса, маған деген қаншама сауап екі өмірде. Ниет, көрдіңіздер ма? Сондықтан өмірде бір мен қарынның қамын, дүнияуи нәрсені реттей алған бір Аллахқа шүкір білімім жетеді. Мысалы да, бала шағамды киіндіріп, өмірдегі қажеттілерімді алып етуге да. Жасап жатқан бизнестерімде қаншама Аллаға шүкір. Ал негізгі мына жақтағы дүние. Енді бұл жерде мынандай нәрсе бар. Енді Алла туралы ризалығын алып ет. Неге тегін берем? Көптеген сабақтар тегін болады. Тегін емес сабақтар. Мынандай нәрсе бар. Тегін даже беруге болмайды. Даже Аллах тағаланың даже тегін тек қана анаң ғана береді сүтін. Тегін нәрсе ананың сүті ғана. Өзіңіз ойлаңыз. Ананың сүті ғана тегін. Әйеліңнің сені бетінен тегін иіскетпейді. Тегін әйелің бетіне сүйгізбейді. Сен оны киіндіресің, тамағын алып бересің, еркелетесің. Образын айтқан кезде. Тегін сап бере берсең, адамдар білесіз, әсіресе біздің қазақ тегін болған. Бер жағын айтып жатыр, түсінікті болу үшін. Ар жағында манни небес деген сөз бар. Пайғамбарлар тарихына алсаң, манни небес деген. Мұса алейхиссаламның заманында болса керек, қателеспесем. Сынақ үшін тегін беру, нан сияқты дәмі керемет жер бетінде жоқ. Керемет тағамды Аллах тағала жер бетіне түсіреді. Жұмақтың өзіне сен жай бармайсың, сен сынақпен барасың. Енді Аллах бізге мұқтаж емес. Сондықтан сабаққа біреу реал факт ол жерде миллион теңге кемі, миллиардқа тұрады бір идея, просто бір ғане миллиардқа тұрады. Даже бір маркетинг бір ғане сөз, просто жарнамадағы бір сөз. Кәдімгі 5-6 әріптен тұратын сөзді өзгертіп, қаланың оборотын, ақшасын бірнеше бар. Өйткені енді мен айтып отырмын ғой, үлкен ұстаздардан сабағым $45,000 инвестиция, білімнің қаншама жүгіруің, Аллахтың берген бір академичсің деймін. Отырып білім алу бір нәрсенің шетін айтса, ар жағын көріп тұратын. Конфуцийдің сөзі бар ғой, Конфуций сөзі бар. Шәкірттерін алған кезде ол кісінің қағидасы бар екен да, Конфуций. Шәкірттерін бір бұрышын айтсаң, қалған бұрышын, мысалы 4 бұрыштың деп есептейік, бір бұрышын айтсаң, қалған бұрышын өзі тауып алатын адамды ғана шәкірт қылып ал дейді да. Бір бұрышын айтсаң, қалған бұрыштарын өзі тауып алатын адамдарды ғана шәкірт қылып ал дейді. Сондай адамдарды ғана шәкірт қылып ал дейді. Примерно 10-ға қарай 9:30-да, просто 9:30-да тағы да мен бір шалам болып кішкене кеш жүрмін соңғы кезде. Мен де тікелей эфирге шығып отырмын. Алла қаласа да тікелей эфирдің өзінде көптеген өмірсем. Өйткені мен арнап, уақытымды зерттеп, өзім практиковать етіп, жалпы. Даусым естіліп тұр ма? Мөлдір.
дұрыс болмай тұр дейді. Дауыс дұрыс болмай тұр дейді. Еркебұлан, дұрыс болмайса жақсы. Тегін әйел дейді. Тегін емес. Қалың мардың беріп аласың аржағы. Мен айтып отқан жоқпын. Қалың мердің бару деген мақыр. Пайғамбар саллаллаху өзі берген Хадиша анамыз алған кезде. Сондықтан тегін нәрсе ананың сүті ғана. Парызын ананың табан астында жұмақтың жатуы да содан. Түсіндіңіз бе? Жақсы, давайте. Аман болыңыздар. Ұзаққа соғылса қадірі кетеді. Мен аз ғана айтқым келіп кетті да. Бетім басты ғой. Дұрыс айтпадым ба? Наушник? Қай жерден бастап естілмей қалды? Тегін нәрсе деймін, ананың сүті ғана деп айтып жатырмын ғой. Тегін нәрсе. Тегін нәрсе ананың сүті ғана тегін. Сондықтан ғой ананың парызын өтей алмассың деп жатырмын. Ана үш арқалап барсаң да парызынан құтыла алмайсың деп. Ғана деп жатырмын. Саллаллаху алейхи вассаламның өзі мақыр берген. Қалың мал деген мақыр берген. Сондықтан тегін нәрсе деген жоқ. Сондықтан тегін сабақ өте берсе, сенің қадірің қалмайды. Сені адам сыйламайды ешкім сені. Ниет бастысы. Көрдіңіз бе? Ниет. Ниеттің сапасын өрттіру керек. Дауыс нашар дейді. Ерке, наушнигін бере тұршы. Жақсы бір дүниелер айтып жіберейік. Аяқ. Сені қойып берген фильтріңі ашсам аузым көрініп кетеді. Сол сияқты. Бүгін уақыт көп орнына кетті. Жақсы дүниелер. Қалай болып жатыр дауысым? Дауыс жақсы ма? Дауыс түнде бәрі отырады ғой. Дауысым 1-1-2-2. Вообще дауыс жоғалды. 1-1-2-2. Мүлдем дауыс жоқ болып кетті ме? Мүлдем дауыс жоғалып кетті. Давай, сен қорытындылап жүрші, тікелей эфирге кел. Даналық жолы туралы айтып жіберсінші. Ақеркеге сұрақ. Менің әйелім болу қаншалықты қиын екенін деп деген сияқты сұрақтар. Бірге тікелей эфирге шықсақ болады екен негізі. Профессиональный тігінші жарнама жасай кететін әйел. Бірақ әйелге сендердің ең жақсыларың, жақсы қарағандарың дейді да.
Менің қағидамда жазып қойған, мана айтып отырмын ғой, өмір келіме әйеліне ең жақсы қарайтын еркектердің қатарынан болғым келеді деп өзім жазып қойған. Тырысып жүрмін енді, кейде оны кетсек соны қайтадан тәуба деген сияқты, иә. Курс жазып жатырмын. Мамасының атасы жоқ, профессиональный тігінші. Өзімнің атам етік тіккен, тондар тіккен, берілген өзім нағашы жағынан. Атам жағынан. Дауыс жоқ дейді. Дауыс. Екі сағаттай уже болып жатыр ғой деймін. Алла қаласа Ақерке екеуміз шығып бір тақырыптар айтсақ болады да. Иә, сол жайында сол жайында айтамыз. Дауыс жоқ па, дауыс? Амин, рахмет. Дауыс айтайық. Сонымен демалайық, иә? Так. Жалпы түсініңіздерге айтқан әңгіме бізде сол даналық жолына түсу керек. Даналық жолы дегеніміз бұл нағыз табысқа апаратын жол. Сәлем, қалайсыздар? Жаңадан кірген адамдарға айтарым, тікелей эфирге, мына тікелей эфирді сақтап қоямын. Осының алдында тағы тікелей эфирге шықтық, көріңіздер. Колоссальный нәрселер айттық, шыны керек, өте маңызды дүниелер. Мен жаңа сабақ дайындап жатырмын деп айттым ғой. Алла жазса, осы 2-3 күнде жарнамамды жіберемін. Сосын әйелдеріңіз болса, осы арамызда қыз-келіншектер болса, міндетті түрде менің сабағыма қатысыңыздар. Өйткені мен жаңа форматта, өте жақсы форматта дайындап жатырмын. Түсінікті, әрі өте сауатты. Қазір бәрі курстар жүргізіп жатады, иә, көбінесе сауатсыз жүргізеді. Менің өзімнің Алла жазса, өзімнің оқырманыма сауатты, әрі тез үйреніп алатындай жақсы форматта дайындадым. Бұндай деңгейімізді көтерейік деген мақсат қой. Жесткий жарнама. Иә, кейін өте күн кезінде асырмаға шығаршыны керек. Сондықтан емес кезде десең. Иә, емес кезде. Содан 9 бөлімде тегін сабақты көріңіздер. Біздің 2-ші бөлімдегі сабақта сынық достар. Егер ұнамаса сабақтан кейін ұнамады деп айтыңыздар, сол кезде вообще сөйлесеміз. Одан да сюрприз сізге беретін боламыз. Жақсы. Давайте онда аяқтайық, иә. Қайырлы түн, Мөлдір ханым. Саят мырза, отыр ғой деймін, қателеспесем, Еркебұлан. Тікелей эфирді сақтап қоямын, ютубқа да сақтап қоямын, Алла қаласа. Өйткені енді бір айтқандар айтылып өшіп кетпей, басқа адамдар көрсін. Қайырлы түн, иә? Қайырлы түн. Жұлдызды аспан, айлы түн, бетіңнен сүйдім, қайырлы түн. Ақерке не айтатын сөзін шығарда. Жақсы. Сұрақтарыңыз жоқ болса? Ой, Алла, тікелей эфирде бір сетілді көп отырмын. Ой, рахмет. Рахмет. Ол жұлдыз аспан, айлы түн деген біздің мектеп кезіндегі анандай приколдарымыз ғой. Мырзама сол қызық болып, жаңағыдай жақсы сөз сияқты жаттап алды дейді. Жақсы, давайте, аха. Ана тегін сабақты көріңіздер. Көрмесеңіз ұрсам. Болмайды, тегін тұр ғой. Аллах тағала себепкер қылып, міне тікелей эфирді көрдіңіздер, бар екенін білдіңіздер. Көріңіз. Фильтр ол өзі дейді. Мына Ақеркеге ханым кінәлі. Фильтр. Мен ол өзіңіз қойып ағасыз. Ұрсайық ондай. Фильтр қойып қойдың. Прямой эфирді ұрсайық десе. О, терлеп кеттім. Күшті тікелей эфир болды. Ұнады. Жақсы сұрақтар қойып, жақсы адамдар көрді деп ойлаймын.
күшті болды. Сақтап қойдым. Өте сұмдық нәрсе айттық. Мен сенген адамдар да бұл тікелей эфирде алдындағыны көрсін. $1,000,000 тұратын совет айттым. Шын айтам, әуелі Алла, шын айтам. $1,000,000 даже. Рас айтам. $1,000,000 тұратын. Жақсы, давайте.